оқушылар. Бүгінгі үй тапсырмасына қандай тапсырма берді? Аяулым. Қазақстан аумағындағы қола дәуіріндегі ерекшеліктер. Жақсы. Бүгінгі Қазақстан аумағындағы қола дәуірінің археологиялық мәдениеттің ерекшеліктері үй тапсырмаға берді. Бүгінгі тапсырма бойынша біз топты жаңа класты екі топқа бөліп алып, біреуі Федоров мәдениеті, екіншісі Беғазы Дәндімай мәдениеті деп екі топқа бөліп алып. Енді сіздер бүгінгі үй тапсырмасы бойынша кім сабақ айтады? Үй тапсырмасы бойынша сабақты Диас айтады. Алакөл мәдениеті біздің заманнан бұрынғы 17-13 ғасырларға қамтиды. Бұл орманды далада өмір сүрген халықтар жаңа мәселелерді ойлап тапқан болатын. Мысалы, оның адам жерлеу дәстүрі. Ол кез артында тізесімен бүгіп, жерге жатқан және үстінен қару-жарақтарды тастаған және басқа мәдениеттерден ерекшеленетін болған осы жерлеу дәстүрі бойынша. Жақсы, Шахзода. Федоров мәдениеті туралы не айтамыз? Біздің заманымыздан бұрын 20-18 ғасырларда өмір сүрген, яғни Ресейдің оңтүстік Орал жазығында шоғырланған және олардың ерекшеліктері сазбалшықтан жасалған және де қос арбадан жасалған өзінің арнайы ерекшеліктері бар. Сынтасы мәдениетінің ең үлкен аймақтары сынтасы және де арқа аймақтар оқиды. Жақсы. Қарайтын болсақ, оқушылар бүгін мысалға жаңағы Шахзода айтқандай Федоров мәдениеті жаңа саз балшықтан жасалған қыш құмыралар заманы деп отыр. Міне, сол кезеңдегі Федоров кезеңдегі қыш құмыралар оның сыртындағы әрқайсының өз тапқан жергілікті жеріне байланысты сыртындағы салынған өрнектерден байқауға болады екен. Ал енді тағы да айтады. Бүгінгі тапсырма бойынша Федоров мәдениеті бойынша не айтасыз? Федоров мәдениеті біздің заманнан бұрын 16-17 ғасырлар аралығында өмір сүрген. Олар сынтасымен бірге жүрген, олардың үй жануарларының сүйегі көне кездескен. Олардың Петровская жерлеу ескерткіштерінде де балалардың және жауынгерлердің сүйектері басқа жерде жерленген. Жақсы. Ал енді Беғазы Дәндімай топтарына Беғазы Дәндімай мәдениеті туралы Аяулым не айтасыз? Беғазы Дәндімай мәдениеті біздің заманымыздан бұрынғы 10-8 ғасырлар. Бұл сырғарлық мәдениеттен өзінің қыш бұйымдары және де тағы басқа заттарымен ерекшеленеді. Негізінен бұл мәдениеттің бір ерекшелігі жаңағыдай мүрдені шалқасынан жатқызып көму және де үстіне қыш бұйымдарын тастау арқылы ерекшеленген. Жақсы. Нұрсұлтан, жаңа Беғазы Дәндімай мәдениетінің форумы туралы келіп мына жерге көрсетіп тұрып айтыңызшы сабақ. Археолог деректерді Қазақстан дәуірінде Қазақстанда далалықта оңтүстік Орал, Жайық маңы, Алтай және Енисейдегі туыстас тайпаларымен бірге тығыз байланыста дамығанын көрсетеді. Ескерткіштегі айырмашылықтар аз түрлі мәдениетте тән сипаттары бірдей болады. Жақсы. Енді Беғазы Дәндімай мәдениетінің ерекшелігі дейді, жаңағы қорғандармен қоршалып, ол жерде жаңағы адамдарды жерлеу әдісінің өзінің бір әдісі бар екен. Жақсы, Қарлығаш не айтасыз? Алғашында олар өздерінің қоныстарын қорғаннан жасап тұрғызылған, одан кейінгі ашық алаңда олар жертөлелерде мекендеді. Жақсы. Арыстанбек? Ескерткіштердің, яғни көптеген мәдениеттердің ескерткіштердің айырмашылығы аз болды. Сондықтан да археология дәуірлерде дала мәдениетінің үлкен белгілі бір мәдени археологиялық қауымға біріктіріп қарастырады. Жақсы. Мәдениет мен Федоров мәдениетін салыстыру арқылы қазір екі мәдениетті салыстырамыз. Бүгінгі үй тапсырмасы бойынша екі топқа екі жаңағы постер қорғау. Екі топқа екі жаңа қағаз беремін. Топ бойынша осыны жаңағы салыстыру арқылы қорғайсыздар. Кәні топ болып, әркім өзінің жаңағы ойын жазып қорғаймыз. Жиналамыз. Ал енді мына постер бойынша қай топ бірінші болып аяқтаған? Жақсы, бірінші болып аяқтаған Федоров жаңа
мәдениеті тобы осылар қорғайды. Ал сіздер тоқтатыңыздар, регламент сақталсын. Отырамыз, тыңдаймыз. Федоров мәдениеті 15 және 12 ғасырларды қамтыған. Федоров халқы мәдениеті орманда далада өмір сүріп қоныстанған. Федоров мәдениетінде атқа салт міну кең таралған. Жақсы. Федоров мәдениеті қоланы игерген. Федоров мәдениеті үлкен жер үйлерде тұрған. Жерлеу салты бойынша басқа мәдениеттерге ерекшеленген. Алакөл мәдениетіне ұқсас. Жақсы. Жақсы, өте жақсы. Ал екінші Дәндібай, Ерғазы мәдениеті тобы. Сіздер қорғаймыз. Екі мәдениетте өзінің жерлеу әдістері мәдениеттері болған, екеуінің де қоныстары, шаруашылықтары болған екі мәдениетте де біздің заманымыздан бұрын өмір сүрген. Жақсы. Сынтасты мәдениеті біздің заманымыздан бұрынғы 21-18 ғасырларда өмір сүрген, және де олар Ресейдің оңтүстік Орал бөліктерінде жазығында өмір сүрген. Олар Жақсы. Екеуінің де ұқсастықтары бір мәдениетті өзіндік жерлеу әдістері мен мәдениеттері болған, және де екі мәдениетті де бір мезгілде өмір сүрген. Жақсы. Жақсы. Отырамыз. Енді жақсы отырамыз. Енді бүгінгі үй тапсырмасы бойынша Федоров мәдениетіндегі топ оқушылары Беғазы Дәндібай мәдениеті топ оқушыларына сұрақ қоямыз. Үй тапсырмасы. Топқа сұрақ қоямыз. Қоямыз. Сынтасты мәдениеті қай жылдары қамтиды? Жақсы. біздің заманымыздан бұрынғы 21-18 ғасырларға арналған. Апай, Жақсы. қазіргі заманда отандық археологтардың басты себептерінің бірі. Отандық зерттеудің Ең басты мәселелердің бірі. мәселелер, қандай мәселелер көтерді? Сол заманғы жазу өнері дамымаған болғандықтан олар археологиялық ескерткіштерге заттай деректерге қарай сүйене отырып Негізгі зерттеу жүргізеді. Жақсы. Шахзода. Федоров қоныстануының негізгі ерекшелігі. қорған суларының болуы. Жақсы. Ал енді Беғазы Дәндібай мәдениеті Федоров мәдениетін сұрақ қоямыз. Қоямыз. Беғазы Дәндібай мәдениетінің сынтасты мәдениетінен ерекшелігі. Қарағандағы ерекшелігі. Сіздерге Федоров мәдениеті оқушылар. Өзіндік қыш бұйымдарының сыртқы ерекшеліктерімен ерекшеленеді. Және ол сарғылық мәдениетіне Толықтырамыз. Яғни оның ерекшеліктерінің бірі күрделі шалқасынан соның кеудесіне қыш бұйымдарды қою арқылы Ерекшелеген. Жақсы. Сұрақ. Қай мәдениет құрамында 240 қоныс жатады. Және ол мәдениет қай ғасырлар аралығында өмір сүрді? Жақсы. Сарған мәдениетінде ол 10-7 ғасырлар. 8-18 ғасырлар. Жақсы. Нұрдәулет. Федоров мәдениеті қай ғасырлар аралығында өмір сүрді, және олар кімнің дәстүрін жалғастырды? Шоқан. ол 15-12 ғасырларда алакөліктердің дәстүрін жалғастырды. Жақсы. Бүгінгі үй тапсырмамыз ертең көшпелілер дәуіріндегі ұлы дала өркениеті. Бүгінгі жаңа сабағымыз. Бүгінгі жаңа сабағымыздың оқу мақсатына тоқталатын болсақ, ұлы дала ежелгі мәдениеттердің сабақтастығын және өзара байланысын талдау. Сабағымыздың мақсаты Шығыс дала мәдениеті, мыс пен қола дәуірі кезеңіндегі жаңағы мәдениетке кеңірек тоқталу. Сабақта қолданылатын тірек сөздерінің
негіз жерлеу салттары, ғұрып, отқа табыну, археологиялық мәдениет, өркениет диалогы, мәдениеттің өзара ықпалдастығы жаңағы тірек сөздерін қолданамыз. Ұлы даланың шығыс аймағындағы малшылар мәдениеті. Ол мәдениетке қандай мәдениеттерді жатқызамыз? Сол кезеңдегі мәдениеттерге Қарасұқ мәдениеті, Үйғарақ мәдениеті, Тағар мәдениеті, Тазырық мәдениеті және де Өзбекстандағы Сапалин мәдениетіне тоқталамыз. Яғни, біздің заманымыздан бұрынғы жаңа 2-ші мыңжылдықтан бастап біз айттық, қола дәуірі аяқталып, темір дәуірі келді. Осы темір дәуірінен бастап көптеген біздің тайпаларымыз, яғни сол тайпалардың ішіндегі сақ тайпалары қоланы ығыстырып елгенде келді, темір дәуірі келді. Сол кезеңнен бастап көптеген жаңағы тайпалар өздерінің пайдаланып жүрген еңбек құралдары, немесе қару-жарақтары бұрыннан қоладан қарағанда темірден өте мықты келетінін біліп, енді темірді пайдалана бастады. Осы темір дәуіріне, яғни сол кезеңде өмір сүрген тайпалары сақ дәуірі деді. Сақ тайпаларының ең алғашқы пайдаланған сол кезеңдегі болған мәдениеті андро мәдениеті, дұрыс па? Осы андро мәдениеті кезеңінде адамдардың сол андро мәдениетімен қатар елге келген Афанасьев мәдениеті болды. Осы Афанасьев мәдениетіне тоқталатын болсақ, ол кезеңдегі адамдар жаңағы балық аулаумен, аңшылықпен, сонымен қатар көшпелі мал шаруашылығын қатар алып жүрді. Осы кезеңде адамдар жаңағы пайдаланған еңбек құралдарының барлығы темірден болды. Сонымен қатар олар жаңағы өсірген малдары, жылқы малы, жаңағы ірі қара сиырларды өсіріп, көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Сол жаңағы Афанасьев мәдениетімен қатар сақ дәуірінде Қарасұқ мәдениеті пайда болды. Бұл Қарасұқ мәдениеті біздің заманымыздан бұрынғы 2000 жылдықта солтүстік жаңағы Сібірде, Шығыс Қазақстан, Батыс Монғолия территориясын алып жатты. Бұл Қарасұқ мәдениеті андро мәдениетінің ерекшелігі бұл кезеңде адамдарды жерлеу қорымдары болмағандығында. Бұлар адамды жаңағы алдын ала адамды қорымға жерлеген жоқ, қайтыс болған адамды тастарды қалап отырып, сол жерге жаңағы көмді, оның үстін тақта тастармен жаңа жауып қойды. Бірақтан да олар жаңағы қайтыс болған адамдарға арналған, яғни қорым болған жоқ. Енді одан кейінгі сақтардың кезеңінде Үйғарақ мәдениеті болды. Ол Үйғарақ мәдениеті ерте темір дәуірінде Тува, Шығыс Алтай және солтүстік батыс Монғолия аумағында қалыптасқан екен. Одан кейінгі кезеңде осы ұлы даладағы мәдениетке Тағар мәдениетін алсақ болады екен. Бұл Тағар мәдениеті сақ кезеңде оңтүстік Сібір даласындағы өмір сүрді. Тағарлықтар өздерінің жаңа көсемдерін жерлеу үшін сақтар секілді үлкен патша қорымдарын салды. Яғни бұл кезеңдерде ірі патша қорымдары салынды. Бұл патша қорымдары алтынмен ақталып, күміспен қапталған жаңағы патшаларды жерлейтін қорым болды. Ол кезеңде жаңағы патшаларға қоса оның жаңағы пайдаланған заттары, сонымен қатар оның жаңа пайдаланған қару-жарақтарының барлығы алтыннан болды. Ол жаңағы зерттеушілер, археологтар соны зерттемес бұрын, ол жерлердің көбісі тонауға ұшыраған екен. Кейіннен бертін келе Есік Қорғаннан табылды, дұрыс па? Есік Қорғаннан сақ патшайымының мүрдесі табылды, ол алтынмен қапталған екен. Ол 18 жасар сақ патшасының Ханзада баласы жерленген екен. Сонымен қатар ұлы даланың шығыс аймағындағы мәдениетке Тазырық мәдениетін жатқызамыз. Тазырық мәдениеті сол кезеңдегі жаңа адамдардың кілем тоқу кәсібінің де дамығандығын жаңа көрсетеді. Осы Тазырық мәдениетін археологтар зерттей келе, сол жерден көптеген кілем қалдықтары, сонымен қатар кілем жаңағы тоқитын станоктардың табылғандығы білініп отыр. Оны біз Тазырық мәдениеті деп атаймыз. Міне Тазырық мәдениетіне жаңа қатысты сол кезеңде табылған темірден жасалған жаңағы еңбек құралдары, қару-жарақтары және де сол кезеңдегі жаңағы Тазырық мәдениетінің жаңағы белгісі болып келеді. Сол кезеңде міне ою-өрнектер, әшекей бұйымдар осы Тазырық мәдениетіне
қатысты. Мына ескерткіш мәдениет табылған археологтардың тапқан мәдениеті тағар мәдениетіне қатысты жаңа қанжарлар, ақинақтар және де сол кезеңдегі табылған жаңағы біздің археологтардың тапқан ескерткіштері осы тағар мәдениетіне қатысты екен. Мына үйғарақ мәдениетіне қатысты үйғарақ мәдениетінің жерлеу қорымдары, ертедегі адамдардың осындай жерлеу қорымдары болған. Мына жерде жаңағы адамдардың тұрғылықты тұратын жерлері үйғарақ мәдениетіне қатысты. Енді сіздерге қазір жаңағы үйге тапсырма, қола дәуірмен дәптерімізді ашамыз. Қола дәуірмен темір дәуірі туралы жаңағы өзіміздің осы уақытқа дейінгі жаңағы оқылған түйгенімізді қола дәуірі және темір дәуірін жазып, соның ұқсастығын салыстыру арқылы үйге тапсырма. Қола және темір дәуірі. Түсінікті. Түсінікті болса, қазір сіздермен ойын ойнаймыз. Бұл ойынымыз бәйге деп аталады. Бәйге біз Қазақстан тарихынан қазақ хандары, Қазақстан жайлы және жылдар алтын адам деп осындай 4 бөлікке бөліп алынды. Енді сіздер әр топ өзі жаңағы қай бөлімді алады? Кім бастайды? Қай топ бастайды? Беғаздан дөңай мәдениетінен бастайды. Аяулым қазақ хандары елу. 1837-1847 жылдары Ресей Қоқан хандығына қарсы ұлт азаттық көтерілісті бастаған қазақ хандығының соңғы ханы кім? Кенесары. Кенесары дейді. Дұрыс. Кенесары хан. Елу ұпай. Дәндімай тобына. Келесі топ Федоров мәдениеті. Қайсысын таңдаймыз? Жылдар елу. Тарихта Ақтабан Жүгірінді алқа көсілама жылдары. Қай жылдары болды дейді? Қай жылдары болды? 1723. Тексерейік. Дұрыс, 1723-1727 жылдар аралығы қамтиткен. Жақсы. Елу сіздерге бе? Беғаздан кім? Қазақстан елу. Қазақстан елу. Қазақстан Республикасының заң шығару қызметін жүзеге асыратын ең жоғары өкілетті орган қалай аталды? Парламент. Парламент дедіңіздер, дұрыс па? Тексерейік. Парламент, дұрыс. Елу. Федоров мәдениетін қайсысын таңдаймыз? Алтын адам елу. Алтын адам елу. Ерте темір дәуіріндегі өнер қалай аталады? Ерте темір дәуіріндегі өнер қалай аталады? Темір дәуірін өтіп жатырмыз, қола дәуірін өтіп жатырмыз. Ал қалай аталады? Өздері. Темір балқыту. Өнері қалай аталады? Жоқ. Беғаздан сіздерде бар ма? Өнері. Біздің ойын темір балқыту. Темір балқыту. Аң стилі. Аң стилінде болған жоқ па? Жаңа қазырықты да алсақ та, үйғарақты да алсақ, барлығының стилі қандай? Аң стилі белгілі. Дұрыс па? Осы аң стилінде сол кезеңдегі өнердің барлығы аң стилінде жасалған екен. Жақсы. Бүгінгі үй тапсырмасын аяқтай келе, сіздерге мен қолдарыңызға бағалау парағын берген едім. Бағалау парағы бойынша есептей келе, есептедік пе? Кән. Барлық қосамыз.
есептей келе бүгінгі жаңа Федор мәдениеті мен Беғазы Дәндібай мәдениетіндегі жаңағы оқушылардың қатысқан балдарын есептей келе Федор мәдениеті 160, ал жаңа Беғазы Дәндібай мәдениеті 150 балл алды. 160 балмен Федор мәдениеті бүгін жеңіске жетті. Жақсы. Бүгінгі үй тапсырмасы жаңағы қола дәуірмен және темір дәуірін салыстыру үйге беріледі. Жақсы, сау болыңдар.